басқыншыларына қарсы шешуші соққы. Тал бойына тұнған нәзіктікті итеріп, соғысқа аттанған қазақ қызының тағдыры. Оның ғұмыры ұзақ болмады, бірақ ол қан майданда ерлікпен қаза тауып, ел есінде мәңгі батыр қыз болып қалды. Мен Мәншүкпін. Солдатымын майданның. Таныр мысың? Естіп бедің даусымды. Ұзақты күн, антастық. Құлғыңды асыруға тырыстым. Ақырында көзін тауып құлаттым. Дәл түбігін тегізіп құлаттым. Бұлда менің сыйласымның біреуі. Темір крест тағылған. Аңғардың ба? Кімнің атқыш екенін? Жата бер сен. Қалсын ені кектестік. Өлген жауға жерім менің жетеді. Сен де маған мәлімсің. Әрине, келген жоқсың. Қыз қолынан өлуге. Келгенсің сен, біздің елді күйлете бір жеңуге, музыкалы салтанатпен енуге. Бірақ оны Тәңірім тағдырыңа жазбапты. Неткен жымжырт, тына қапты айнала. Зеңбіректің күйген даусы қарлығып, тоқтағандай, айқайлауға жарамай. Тек мына бір аққайыңның жапырағы күмбірлейді, күрсінеді, жылайды. Әлдекімге өмір бақыт сұрайды. Мама, күнім деген сенсің ғой. Әрең жетті-ау әлсіреген даусың. Тек жыламашы, шыдап бақшы. Елсің ғой, бар емес педі бір еркектей намысың. Сағындың ба? Мен де сені сағындым. Қандай ана сағынбайды баласын, мама. Папам менің айыпталған жазықсыз. Біз жаладан жау семья сатандық. Мама, сақ бол, кетпесінші сындар. Аяу білме жүрегі тасқа толды. Мама, жүрегіңді сақтай бер. Мен де саған оралғанша ынтықпын. Оралмасам